Айттым ғой мен саған. Азаматты іздесең, либо кітапханадан, либо осындай спортивный площадкадан табасың. Азай, тасташы. Кеттіге PlayStation'ге барайық, қыздармен жүрейік, уақыт өткізейік. Жүрші бізбен бірге. Бұл тыңдамайды деймін бізде. Армияға бармаған жігіттері қыздар қарамайды. Родной, мен сені түсінбеймін де. Неге сонша дайындалып жүрсің? Ертең армияда осыны істейсің ғой, бәрі бір жыл бойы. Бұның армияға барамын деп қуанып жүргенше, біреулер армиядан қашып жүрсе. Біреулер деме, біздер де. Армияға барып босқа бір жыл уақытымды құртқанша жұмыс жасап, ақша тауып жүрмеймін бе? Или қыдырып, қыздармен жүріп, жұмыс жасап, армияда бостан-бос бір жыл таяқ жегенше. Сонда сендердің мақсаттарың осы ма? Енді бұлай пока штоға болады ғой? Ал менікі басқа. Айттым ғой, тыңдамайды деймін ол бізде. Отан алдындағы борышын өтеуге кетіп, 5 күннен кейін туған жеріне табытпен оралған маңғыстаулық сарбаздың денесі бүгін жер қойнына тапсырылды. 18 жастағы Әлібек Қалбай отардағы 30-212 әскери бөліміне өткен дүйсенбіде ғана қабылданған еді. Алайда жұма күні таңертеңгі сапқа тұру кезінде есінен танып тілге келместен көз жұмған. Қайта қызың жоқ сенің бір жыл бойы күтетін. Но сені күтетін біз бармыз. Ау, мама? Площадкаде? Я қазір барам. Давайте, кеттім мен. Тапсырды. Әскери бөлімдегілер туыстарына 19 жастағы сарбазды өз-өзіне қол жұмсады деп. Не болды, мама? Тіпті соңынан хат қалдырып кеткенін де жеткізген. Әскерден уже екінші жігіт қайтыс болып жатыр. Мен сені әскерге жібермеймін. Олар мәйітті тексергенде Еділдің асқазаны бос болды дейді. Жоқ енді, мама. Барлық жерде бірдей емес қой. Мынандай жағдай болып жатыр екен деп енді әскерге бармай қалам ба? Қалай түсінбейсің, мен сенсіз қалғым келмейді. Былтыр әкеңнен айырылдық. Енді сенен айырылғым келмейді. Бармайсың дедім ғой. Бармайсың. Бармайсың ешқайда. Жай ма балам? Жай ғой. Қатырасың ай? Мама, соңғы жаңалықты естідіңіз бе? Қазақстан президент Тоқаев әскерде жиілеп кеткен өлімге байланысты арнайы комиссия құруды талап етті. Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов әскери борышын өтеушілердің жарақаттану мен өлім көрсеткіштеріне аса мән берді. Осы себепті жарақаттану мен өлім себебін анықтайтын жан-жақты сараптама жасайтын жұмыс тобын ұйымдастырып, әскерде өлімнің нөлдік деңгейіне жеткізетін тұтас шара жасап шығару көзделді. Көрдіңіз бе, мама? Алаңдайтын ештеңе жоқ. Балам, болды, айттым ғой саған. Мама, қарасаңшы, бұл жағдайды қолға алып отыр ғой. Мейлі, бәрібір сен үшін қорқамын. Мама, сонда осындай жағдай болды екен деп бәріміз үйде отыру керекпіз, а? Ертең елімізде соғыс болса, бәріміз өліп қаламыз деп үйде тығылып отырамыз енді? Ол бөлек жағдай. Мама, әскерге ешкім бармаса елімізді кім қорғайды ертең? Түсініңізші, мама, мен әкемнің ізін қуғым келеді. Сол саланы жақсы көремін. Осы салада мен өзімді еркек сезінем. Маған сеніңші, анашым, уайымдамашы, аман-есен борышымды өтеп келем. Сол жолда еңбек етіп үмітіңізді ақтаймын. Сенші маған?